Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзім үйде жасайтын өзбек ұлтының тағамы машқорданың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен енді майымызды құйып аламыз. Осы пиязымызды турап аламыз, майдалап. Piyazımızı жақсылап қуырып аламыз. Piyazımыз жақсылап қуырылды. Енді етімізді жақсылап турап, жуып алдық. Осында қуырып аламыз. Етіміз біздің қуырылып жатыр. Енді осыған кішкене қызанақ салып жібереміз. Мына жерге кішкене ғана тұз салам. Мен етім тұздалған. Дәміне қарай сала береміз тұзды. Біздің етіміз жақсы қуырылып жатыр. Енді осыған суын құя берсек болады. Енді осының қайнауын күтеміз. Машты бір 15 минут 20 минутқа суға салып қоямыз. Біздің сорпамыз қайнап жатыр. Енді осыны жай баяу отқа қоямыз. Сәбізімізді алып, осыны майдалап, төртбұрыштылап турап аламыз. Сорпамыз әдемі қайнап жатыр. Енді машымызды сала берсек болады. Мен бұны тасын тазалап, жуып тазалап алдым. Картошкамызды да төртбұрыштылап турап аламыз. Майда қылмай, әрі қылмай. Қалауларыңызша тура берсеңіздер болады. Енді мына жерге сәбізді турап алдық. Сәбізімізді сала саламыз. Турап алған картошкамызды да саламыз. Біздің машымыз жарылып пісті. Енді осыған жуып тазалап алған күрішімізді сала береміз. Енді мына күріштеріміз әдемі болып пісіп алса, тамағымыз дайын. Тамағымыз пісті, астын өшірдік. Енді мына жерде чеснокпенен аскөкті турап алдым. Екеуін қосып араластырып, 1 минутқа бетін жауып қойып қоямыз.